Ал енді құрметті көрермен деп айтайық. Біздің елдің жігіттерінен сұхбат аламыз деген жоба бастаған едік, елім дегендер деген атаумен. Сол бүгін қараша айында 2020 жылдың. Қарашаның бүгін 20-шы деймін. Өзіміздің ауылдағы Ақмешіттің имамы, ауылымыздың белді азаматының бірі Рүстем Қажы Әбдиевтен сұхбат аламыз ба деп отырмыз. Сол біз тағы бір түсіндіріп өтетін, бұл жоба ешқандай коммерциялық, не болмаса материалдық біреудің көмегінсіз жасалынады. Бұл жердегі басты мақсат ауылымыздың тарихы, өлкетану, істелініп жатқан жұмыстар, жоспарлар бойынша ғана елге таныту, ауылымызды жақсы жағынан таныту болып табылады. Енді еліміздің азаматы деп айтып жатырмыз. Бұл кісі біздің ағамыз, елдің еркесі, үлкендердің көзін көрген, бізді артынан еріп келе жатқан жастар болғандықтан Рүстем Қажыға арнайы келіп отқан жөніміз бар. Мұрабек ағамыз жұмыс жағдайымен қазір қалада, біз осында болғандықтан өзім келіп отырмын. Ал енді Қажыға сөз кезегі өзіңізді таныстыратында ештеңе жоқ па? Бәрі біледі ғой. Баянауыл төңірегі, жаңағы облыс көлемінде, республикаға дейін біліп жатады. Бірақ сонда да өзіңіз туралы кішкене айтып өтсеңіз, қандай? Енді бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді ассалаумағалейкум. Жалпы енді көрермен, жалпы енді ел, ағайын туыстар, ауылдастарым, жалпы қандас мұсылман бауырлар, оның үстіне міне енді бүгін арнайы өзіңіз сұхбат алып келіп отқан аман бауырым, қош келдіңіз. Енді жалпы осында ел азаматтар, бір туар бауырларымыз әрқашанда осылай топтың ортасынан суырылып шыға беріңдер. Аллах істеріңізге берекет берсін, жанұяларыңызға амандық, еңбектеріңізге жеміс енді жақсылық. Міне осылай енді елдің көтереміз деп ауылдың жақсы жағынан жалпы енді бүкіл әлемге танылмаса да осы Қазақстан төңірегі өзіміз облыс көлемінде қазір мына енді технология дамыды деп жатырмыз. Қазір мына сотка, Facebook, WhatsApp жүйелері, Instagram, интернет деген болғаннан кейін де осы қай жерге барсаң да осы мысалы Жұмат Жанин ауыл деп сайттарға кірсеңіз өзіңіздің жақсы жағыңызды иншалла бір марқайып отырамыз естіп. Енді маған енді көпшілігі рахмет, мен өзімде дін жолында жүргеннен кейін әр шаһардың өзінің бір мешіті бар, мешіт болған жерде әр ауылдың бір имамы бар. Кейде де мына өздеріңдей бауырларымыз сыртта жүрген, мысалы мына жас үйленіп жатқандар, мына өмірге нәрестесі келіп жатқандардың бәрі сұрап жатады, Қажыға некемізді осылай қидыртайық деп едік. Міне алхамдулилля, баламыз қазан шақыртып ат қойғызайық деп едік. Баламыз осындай кезде жылайды, оған немене дұға оқу керек. Мысалы соның бәріне өзі кәдімгідей бір күні кәдімгі еңсем көтеріліп қалады. Өйткенде еңсемнің көтеріліп қалады дегені үміт артып тұр. Әр жағында. Ал енді мен өз-өзіме баға бермеймін. Менің бағамды халқым береді, елім береді. Аллаға шүкір, маған әлгі нағыз байлық тасып тұрған байлықтан емес, нағыз байлық жан сарайының байлығы дейді. Мен яғни өзімнің ішкі, өзімнің жан дүниеммен біреуде болса екен, біреуге бере алсам екен, көмектессем екен деп, сол енді соңымда мен енді сәпсімен де қадырдан қалмауға тырысамын. Енді көпшілікті біреу бірдеме жақсылық жағымен қуанып жатса, мен де қуанамын. Өйткені ол болсыншы біреу бірдеме жақсы бір көлік мініп жатыр десе, баспаналы отыр десе, баласы үйленіп жатыр десе, яғни қандай адамсың, өзімге ешкімді дұшпан санамайды. Бірақ бәрін жаңағы өзімдей көремін айтады ғой, міне қазақтың бір қанатты сөзі бар ғой, әлгі көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан несімен құламайды, әлгі өзіңге бөліп бермесе де қол жайып ештеңені сұрамайды. Соның бәрі міне дұрыс сөздер, сондықтан да ешкім қазанын ат салып жатқан емес, ас салып беріп жатқан емес, сондықтан да әлгі елдің көтеру үшін ауызбіршілік болу керек. Ең бастысы ықылас болу керек. Содан кейін елге деген сүйіспеншілік. Енді жақсыңды асырып, жаманыңды жасыратын да азамат болу керек. Өйткені елдігін әлгі олқылықтар болады, кемдік болады, жетпей жатқандар болады. Оның бәрін жеткізе білуіміз керек. Сонда кемдіктерді айта беруге де болмайды. Өйткені әр нәрсенің өзінің бәрі 100% бәрі дұрыс деген болмайды. Ол
адам баласы болғасын шатысады. Адам баласы болғасын енді жаңағыдай ауытқу болады. Сондықтан да енді бәріміз бірдей қарап, менің де өзімде Аллаға шүкір 40-тан асып 45-ке аяқ бастық. Осы елдің туым азаматымын. Мына жерде бір бақымнан жаңа талап деп қазір айтып жатырмыз өзі. Сарыөлген елді мекені құтқонған аймақ жаңағы бұлағымыз айтып отырмыз, әулие бұлағымыз. Сол жерде өзі дүниеге келіп, сол жерден өсіп өніп 86 жылы ұлы атам, соғыс ардагері Теңкіман ұлы әбди атам. Ол кісімен де өйткені мен мақталамын, неге десеңіз, фронтовик бірінші группа жаңағы соғыс ардагері болған адам. Сол кісінің пешенесінде 3 қыз дүниеге келіп, 3 перзент ұл баласы дүниеден өткеннен кейін, енді ғана қыз балалар өріс, ертең бір-бірін түтін татып кетеді. Менің шаңырағыма ие болатын адам керек деп, содан мен екінші қызымның бауырына туғам, соны мен бауырына салып, мені Құдай алдында сұраусыз деп, аманат деп, сол атамның шаңырағын Аллаға шүкір осы күнін өтіп отырмын. 86 жылы июньнің 15 күні туған күнімде осы үйді сыйлыққа беріп, осыдан мектеп қабырғасына бардым. Өзіміздің Жұмат Жанел ауылының Қошкемеңгер атындағы орта білім беру мектебінің алғашқы табалдырығын аттап, сондықтан да Алланың қалауымен 96 жылы тәмамдап, содан кейінгі өмір салам енді. О кісілер енді дүниеден өтті. О кісі өзі сондай намазын қаза қылмады. 49 жыл бір аяқтан айырылып, оң жақ аяғынан соғыстан айырылып, 49 жыл бәлдақпен жүрді. Сондықтан да мына үкіметтік қоғамдық істерге өте ат салысты. Күні мен о кісімен мақтан аламын. Неге десеңіз, жарты денемен жүріп, жаңағы шалғы қайрақ қайрады. Мына стричканың кезінде жаңағында қырықтықтарды қайрап, сол кездерде мына Сарыөлген елді мекенінде жаңағы анамыз, о кісінің бәйбішесі Мұхамеджан Мәшкүрә деген анамыз, о кісі жаңағында контордың жылу жүйелерін жаққанда сол кісінің ағашын тамыздығын бұтап, жағдайын жасап, маңайын қарын күресіп, сондықтан да міне соның бауырында өстік, қазір содан қалған 3-ші қыздың қолында отырмыз. Енді сосын 97 бітіргеннен кейін мен Павлодар қаласының ақ мешіт, о кезде орталық мешіт те сол, о кезде филиалымыз да сол орталық мешіттің, о кезде жаңағы 1 майдағы алғы Бижан мешіті, одан жаңағы ақ мешіт, одан жаңағы Ғази мешіті деген осы ғана болды ғой. Енді одан кейін кейіндерде жағдай жақсарып, адамдарды әлгі әл-ауқат түзеліп, балалар разы болсын деп мешіттер дін асқақтағаннан бой көтеріп, 7 ағайындар, мына мәшһүр мешіттер бәрі кейінгі салынғандар. Ал сол кездегі ақ мешіт, сол кезде Жұмабай деген қажы ұстазымыз болды, сол кісінің алдынан дәріс алып, ол кезде енді оқытып, сол жылдары енді Алланың қалауымен 96 жылы түсіп, 97 жылы мен бітіріп шықтым. 10 айлық сауат ашу курсын. О кездегі ұстаздарда сол жылдар енді түрік ұстаз болды, Құраннан қари, Тайып ұстаз деген араб тілінен беретіндері болды, фиқтан беретін, ақидадан беретін ұстаздар соның ішінде енді жаңағындай Алланың қалауымен аман-есен тәмамдап келіп елде болдық. Одан кейін әрмен арта оқуымды мен жалғастыра алмадым. Өйткені жаңағы ұлы атам қайтыс болды, ұлы әжем қайтыс болды. Одан кейін міне қолымдағы жанлық деген шешем Ләлә деп айтамыз. Ол кісіден де бір заманда тұрмысқа шықты, жолдастар қайтыс болды, балалар шетінеп тоқтамай қайтыс болып, содан кейін сағы сынып тұрмысқа шықпай, содан әке-шешем жетсініп отырып қалды. Содан кейін бір панасын тірегі болып, мен соңынан ергеннен кейін бұл кісіні сол ренжітпеймін, қанатқа қақтырмайын, тұмсыққа соқтырмайын деп мен өсіргеннен кейін мен де бұл кісіге қолғанат боламын деп бұл кісінің қас-қабағына қарап отырып қалдым. Оған дейін де бауырымызды, біз осы әбді атамның бауырында 2 апам бар, Гүлжан деген апам, Самал деген апам, оларды тұрмыс құрып кеткеннен кейін содан алдым да мен жаңағына қалып, содан кейін отбасын құрдым, шаңырақ көтердім. 99 жылдың аяғында жаңағындай қаңтардың жаңағы 29 күні өзінің бірге сыныптас, бірге оқыған, бір партада отырған, өзімнің сыныптасым, өзімнің жарым, қазіргі жұбайым, балаларымның анасы, осы толқын жеңгелеріммен отбасын құрдым. Содан Аллаға шүкір, Алла қалауымен дүниеге міне 4 перзент келді. 3 қыз балам бар, 1 ер балам бар. Алды студент, үлкен қызым енді Павлодарда, екінші ұлым да міне студент оқып жатыр. Одан кейінгі жаңа 2 кішкентай жас жеткіншектерім. Соның Алланың қалауымен енді міне ауылға келіп отбасын құрдық. Содан жүрдік. О кездерде мешіт жоқ. Әлгі о кездерде ас бәрі үйде беріледі.
Сондықтан да Құдай астар беріледі, дұғасы жабды 40 жылы осы ауылымыздың 15 жыл үйде отырып, молла оқып қойған иманды болсын, егеу Райымбекұлы ақсақалымыз иман болды ол кезде. Енді оның алдында да Қабиден деген атамыз иманды болсын болды, иман бар. Оның алдындағы енді айта берсеңіз көп атақты, мысалы міне Шоқтығыбек, Дұғалауыз үлкен күрделі ірі моллалар болды. Біреу өзіңіздің атаңыз Әбақан, Әбдірахман ата, міне Тайкен дейді көршін. Қоссәкен дейді Шоманда, мысалы Садық. Одан кейін жаңағы өзіміздің Әлтай аталарымыз, сондайлар. Енді мысалы естігендеріміз сонда көп, сондайлар көп. Енді бұл жерде ол кезде енді кейінгі сол осы мен ес білгелі имам ол кезде жаңағы ақсақал. Жабдықтарда бәрінде көріп, енді дұғада бәрінде сол кісіні көріп жүрдік. Оған дейін біз ана кісілердің кезінде баламыз, жаспыз. Бірақ мына жаңағы атам мен әжелер намаз оқып кеткен. Ол кездің үлкендерін білесіздер, ерекше әлгі қалай айтсам болады. Бір ауылдың дауын бір ақсақал тоқтатады ол кезде. Қиссасын айтады, әңгімесін мақалын айтады. Қазір ащы да болса шындық. Кейде енді әңгімелерге бір жаңағы қалай айтқанша енді мына бір азаматтың бір сұхбатынан тікелей эфирде көріп қалдым, енді атын ұмытып тұрғаным. Бұрын бір ауылдың дауын бір ақсақал тоқтататын, қазір бір әйелдің айғайынан шыға алмай қалдық қой деген. Ал енді ол бір әйелінің айғайынан шыға алмай, оны басқан ол ертең елін қалай білейді. Сондықтан да. Ал енді әрине кімге болса да айтатын, ол семья болғаннан кейін сырласпай тұрмайды. Бірақ сыртқа білдіртпе, іште болады. Жаңағыдай ауытқулар. Сондықтан да жаңа Алланың қалауымен, сондықтан енді жаңағы ақсақалдар бәрі жаңағы имандылық жолда жүргеннен кейін өзіміздің ауылдың жеке кәсіпкер ағамыз енді қазір 10 едік болды, Алла иманын жапты. Осы жерден қазір бір тоқтатып алайық. Жаңағы жерде жазылды ма екен, жазылмады ма екен, не айтып жатсыздар. Енді біз бұл жерде көшетін жаңағы сұрақтан кейін Ақмешіт, біздің ауылда Ақмешіт кезінде салынды, иә. Сол Ақмешіттен бұрын бірінші тоқталып кетер, жаңағы айтып отырсыз, егеу молла деп отырсыз, Жұмабай қажыдан бәрі салынды деп отырсыз ғой енді, иә. Ақмешітке келерміз, оған дейін мен өзіңіз айтып жүретін, әрқашан айтып жүретін Ерлан молда, бақилық болып кетті ағамыз. Сол Ерлан молда туралы бір кеңірек айтып берсеңіз, оны да ұстадым деп айтатын едіңіз. Оны енді бұл жерде былай, бұл жерден де Ақмешіттен бастап. Ақмешіттен бастасақ, Ақмешіттен бастап. Содан кейін өзі соның сөзінде жүйесі келеді. Ауытқуда болмайды. Қазір мен Ерлан ағамды айтып кетіп, әр жағынан қалай келгенін, Ерлан ағамға дейін мен қалай болғанымды да келтіре алмай қаламыз. Енді рұқсат болса. Міне соны жаңа Алланың қалауымен 2006 жылы осы ауылымыздың міне жеке кәсіпкер, қазір өнеріп болған Жазубай баласы Қайыртай ағамыз иманды болсын енді. Ол енді жазағанда бір кездегі жамағатымыз, намазы, дұғалауыз, намазы дұрыс, оразасы дұрыс. Енді сол кісінің баласы жаңағы осы елге орталықтан бір мешіттің іргетасын көтереміз деген оймен бастап, оған енді өзінің туысы жақыны міне қазіргі баянда өзіміздің де Шоқтығыбек ағамыз, өзіміздің жаңағы Ақбұр атамыздың нәсілінен шыққан Орал, Орал ағамыз бар. Сол кісінің қостауымен осы екі ағамыздың арқасында Алланың қалауымен 2007 жылы орталығымыздан ауылымыздың ойып тұрып, күмбезделіп тұрып, Ақмешіт бой көтерді. Енді Ақмешітіміз бой көтерді. Енді ол кісілерге Аллах разы болсын. Енді о дүниеден өткен енді Қайыртай ағамызға енді өзі Құранда да айтады ғой. Бұл өзі кімде кім шын ықылас ниетімен Алланың үйі мешіт тұрғызатын болса, мешіт медресе тұрғызатын болса, Аллах тағала о дүниеде сөзсіз сарай салып береді. Иншалла сол жақта да Аллахтың қалауымен сондай үлкен сарайға ие болсын деп қазір дұғадамыз. Енді Орал ағамыздың Аллах істеріне берекет берсін, жанұяда туыстары аман болсын, барсын, міне туыс артында бар ғой енді, іні бауырлары бар, қарындастар, аға әпкелері бар дегендей, енді сауабы жазылып жатыр енді.
Енді оны баршаңыз білесіздер, мешітіміздің қандай екенін, енді оның өмір тарихын қозғап айтқанмен енді оны білесіздер. Кәдімгі заманауи асханасымен, неке бөлмесімен, кабинетімен, су жабдығымен, дәрет алатын орындары, қазандығы, жаңағындай қысқы жаңағы жүйесі бәрі заманауи салынған, енді оған енді мін жоқ. Оны енді бірталай жерде жүрміз, сондықтан да ол енді 2007 жылы мешітіміз ашылып, халықтың игілігіне берген кезде, ол кезде жаңағы Егеу ағамыз, жаңағы 15 жыл ауылда имандылық болған, ол кісі жаңағы денсаулығына қарсы, денсаулығы болмай, сондықтан да енді өзі ризашылығымен жаңағындай Ерекеңге ұсынып, Ерлан ағамыз ол кезде Алматыда ислам институтын бітіріп келіп, енді ол кезде өзіміз де медресеге түсіп жүргеннен кейін Ерлан ағамызды білеміз. Ерлан ағамыз ол кісіде 97 ма, 98 ба сол жылдары бұл кісіде мына Баянауыл Мұса Мырза мешіті ол кезде орталық. Содан дәріс алып, діни дәріс алып, содан кейін әрмен қаратай Алматыда ислам институтын бітіріп, тәмамдап келіп, қазіргі Лебяжі ауданы, бұрын Қазақ қолы дейді ғой. Сонда бұл кісі 3 жылдай ма, 4 жылдай ма имандылық қызмет жасады. Одан екі басқа ауысып келді, одан кейін ауыл жаққа келді, ел жаққа. Содан кейін жаңағы Егеу ақсақалдың көмекшісі болып жүрді осы ауылда. Содан кейін жаңағы мешіт ашылғаннан кейін алғашқы кілтін сол кісінің қолына табыстады. Содан 2007 жылы 2007 жылы мешіт ашылған жылы бас имам болды Ерлан аға. Ерлан ағам бас имам болды. Мені өзіне азан шығып тағайындады, наиб қылып тағайындады. Былайша айтқанда дізгінді беріп мені шындады. Өзі шындап артымнан қарап жүріп, мені тура шәкіртіндей тәрбиелеп, енді ан жақтан жеткізілмеген білімімді Ерлан ағам біраз мына жақтан және ақида сабағынан фиқ сабақтарын бәрін меңгеріп үйретіп, тура енді мен сенен емтихан алмасам да оқытып жеткіздім деп Павлодарға жаңағы айына бір жұмалық курстарға жіберіп, жаңағы сол кісіден үйренгенімді, өз ұстаздардан үйренгенімді бәрін шындап, содан Аллаға шүкір, тәуба біраз жетістікке қол жеткіздік. Енді сол Ерлан ағамыздың арқасында. Содан мен ұстазым деп кетемін. Маған алғашқы, одан кейін міне 2011 жылы қыркүйектің 11 күні Ерлан ағамыздың денсаулығына қарсы істей алмай жұмыстан шығып, содан жаңағы мешіттің кілтін маған ұсынды. Қағазын. Енді бізде міне қай жыл дедіңіз? 2011 жылы. 2011-ден имам. 2011 жылдан бастап міне өйткені бас сенім хатым бар, бұйрығым бар, муфтияттың сол шешімді бәрін алып беріп, көмектесіп, міне сонымен осы уақытқа дейін міне Аллаға шүкір, сол мешітте міне Құдай қаласа енді 9 жылдан асты, 10 жылға кетіп барады, осы ауылдың имамдылық жолда келе жатыр. Ол кісі маған көмекші болып қалды. Бірдемемді жабдығымда көмектесіп, мен жоқ болсам орнымды ақсатпайды. Содан мен бүкіл шаруашылығыма бәріне көмектесіп, бірдей ол кісі маған шәкірт болып қала бергендей болды да, көмекшім болып, бірақ ұстазым, сондықтан да енді Алла не істейсіз? Енді ақыретінен жарылқасын қапыда биыл. Ағамыз кетіп қалды енді, өкінішті. Сол кісіні Ерекеңді мен осы рөлінде ағам деп, ұстазым, ол көршілігім, ол ауылдастығым, ол азаматтығы, енді оның бәрін біз айтып жеткізе алмаймыз. Онда енді ерекше жандар ғой. Иә, Ерекеңнің, Ерлан ағамыздың жаңағы имандылығын, дін жолында жүрген бәріміз білеміз. Сіз айтып отырсыз, өзіңізден сұрайық деген ойымыз болған, осы ойда. Ол кісі де ұстаз болатындай үлкен азамат еді. Жаңағы азаматтылығына тоқталып өтетін болсақ, өз басымнан ауылдың жігіттеріне, барлық бауырларына аға бола білді ол кісі. Шынымен де үлкен азамат. Сөзі қандай еді, өзі қандай еді. Бір аға деп айтуға болатындай үлкен азамат еді. Денесі де, сөзі де, өзі де. Сол маған да өзі көмегі болды кейін кезде, білесіз, сіз ауырып осы жерде емханаға түскен кезде Ерлан ағамыз маған ғана емес, барлық осы ауылдың сол қиын уақытта атқарып берді жабдығын. Қаншама әзілдестік, ойнастық, өзіне жақын адамды құрметтейтін, тартып алатын, енді бір мықтылығы да өзіміз көріп жүрдік қой, біз де бала емеспіз. Егер өзіне ойы сәйкес келмейтін адам болса, оны да орнына қойып отыратын бір мықты жігіт болатын. Сол енді өзіңіз шәкірт ретінде айтып өттіңіз. Енді бауыр ретінде қалай айтар едіңіз? Ерлан
молда Ерлан Өбөлбаев агамыз тууралы, ауылдың азаматы ретинде. Енді міне Ерлан ағам туралы сөз болса, бір жерде Ерлан ағам туралы айтылатын болса, мен жүрегім әлі сыздайды. Енді Ерлан ағамның енді әлгі біз көбінде қайсымыз болсын негізі тіршілікте қадірлеп білмейміз. Міне қазір қарап отырып, кітаптарды ашып, мына таңбасақтан сөз қалмаған ғой. Ана тіріңде сыйласпасаң, өлгенде жыласпа деген рас екен. Бір үлкендердің айтатыны бәрі рас. Әлгі өткеннің артынан, өлгеннің артынан өлмек жоқ дейді. Тірі адам тіршілігін жасайды. Бірақ дегенмен енді Ерлан ағамның ол өзі бір көркемдігі, азаматтығы, адаммен тіл табысып, өзіне жақын тартып, аулып алуға, отырған жерде тойды маңғып отыру ол енді бір ерекше ғой. Бұлайша айтқан кезде дария ғой еді. Дария. Біз жай енді қалқып жүрген кеме болғанмен, ол кісілер енді дария болды ғой. Енді мен айтатыным, әлі арамызда жүргені жақсы еді. Бірақ ол кісі бақытты мықты беретін де. Қай саладан болсын, ол кісі тайқылмайды. Өзі күлетін де. Мына қандай қоғамдық болсын, саясат болсын, аңшылық болсын, саятшылық болсын, құсбек болсын, молда бол. Кітапшы бол. Қайсысымен солай жүре бер. Бәрімен енді тілтіп нетпеді. Енді ол кісі ағамыздың енді ол енді азаматтығы бөлек. Қайсысы болсын, жолдастардың ортасында сыйлы болды. Таныс тармақты бар, биыл өзі как раз карантиннің кезінде өзі намазында да болдыңыздар ғой. Бір жақ қайсысы кім еді? Бір Алматы облысы. Жоқ, бір өмірден өткенде баяғыда біреу айтты ғой. Мен осы тіршілігімде өзімге баға бермеймін. Мен ертең дүниеден сенің алдында өтетін болсам, сонда көресің жаназама қанша адам жиналғанын. Сонда қадірлі болсам келеді, қадірсіз болсам келмейді деген ғой. Енді биыл көрдіңіздер намазында да. Осы біздің осы ауланың бәрі тура көліктен көрінбей кетті. Енді қаншама адам келіп, енді анау жақтан да шыға алмай қаншама араларынан енді бүкіл сыныптастардың ішінен де келіп жан-жақтан келіп атты ғой. Енді бір шет Алматы, бір шет Семейден, бәрі жан-жақтан. Ол кісінің өзінің абыройлығы, ол кісінің өзінің дұрыстығы, ол кісінің өзінің беттілігі. Енді міне өзі көршіде болдық, ағамдай да болдық. Қай жерде болсын мен әспеттеп, мені не тұрып қолдап отыратын да. Сондықтан енді міне Құдайға шүкір, көршіміз, дәмізіміз, әкесі, Серік ағамызбен де тәтелерімізді, шешемізді, Нұргүл жеңгелерімізді бәрін өзіміз, тура балаларын бәрін бауырымызға тартып, Ерлан ағамызды көргендей тура бір шамамыз келгенше соны ағамызды жоқтатпайық, білдіртпейік деп келеміз әлі күнге дейін. Енді оның да енді елі бар, халқы бар, артында міне өсіп жатқан тұяқ балалары бар. Ана Мансұр деген ұлын көргенде қазір көрсем де құшақтай беремін, өйткені аумаған өзі. Ана баулып алу, сөзге тарту, әйтеуір досым деп мен етіп жүреді. Өзін біттегеннен жақсы көретін сол баланы. Сондықтан сол жасының тұяғы дейді, асылдың көзі деген енді қаймағы және сәні, көшеміздің сәні, еліміздің сәні еді жалпы. Жүрген жерде өздеріңіз білесіздер, үлкен демейді, кіші демейді, бәрін өзіне баултып алады. Жаңағы қолақ жайлығы, азаматтығы енді ерекше. Айта берсе сөз көп. Маған да бір Қылтауда болғанда ма, бір тағы бір сөйлескенде айтып өтті. Аманшық сені звондаған кезде өз орнынан тұрып кетем, не қасиетің бар еді. Өйткені ол мен звондағанда орнынан тұрып кетпейді ғой. Просто бұл да бір ауыл туралы айтайын деп жатыр ау деп өзі атып тұрады екен де сонда орнынан. Солай. Енді мен звондау кімге тұратын ер екен енді ол атып тұратында. Марқұмның биыл әлгі өзі мына пандемияның кезінде шиеленісіп жатқанда енді жабдық көбейіп кетті ғой. Осы жалпы бүкіл Қазақстанда емес, елде де болды ғой, тоқтаусыз іс салмай. Сол кезде де біз енді денсаулыққа қарсы дәрігерге түсіп қалғанда, сонда да міне әлгі айтады ғой, оққа кеудесін тосқандай дейді ғой. Өмірімізде шыға алмай жаттық қой. Бірге қасында жүрдік өзі. Сақтандыру сөз алдында, сақтық ережелерін ұстағанда да, бірақ сол кезде де мәйітті жуындыр. Жаназасында шығарып, мені жоқтатпай, мені білдіртпей. Ал енді мен бара алмайым, шықпайым, істемеймін, мен мола емеспін десе не істейсің? Азаматтық ғой. Бұны екінің бірін қолынан келмейді. Анандай қиын қыстау кезде кеудесін оққа тосқандай. Ел болаған қайтыс болған кезде мысалға айтып өтейін, сіз звондадыңыз, сіз сол күні кетіп қалдыңыз жаңағы, екінші күн жаназасы болатын болды. Сосын сіз айттыңыз,
Саян қажы келді дедіңіз ғой қасыңызға, иә? Сосын кімге? Ерлан молдаға барып сөйлесші өзінде, егер шығарам десе де. Ол кісі де енді прямо еді ғой, менің көңілімді қарады, жаңағы жерде не істеп, жаңағы поддержка берген шығар. Сіздермен сөйлесіп болды ау деймін. Сөйлесіп атты да ойнады еще. Әй байқаңдар, мен сендердің орындарыңды алып қояйын, пускай кіріп алсам деді ғой. Одан басқа маған қарап айтады. Мен жоғары жақ дегенді түсінбейсіз ғой енді. Әділдеп сөйлейді ғой, былай дейді. Жоғары жақтан бұйрық болса, қалған аман, проблема емес қой, айдап шығамыз деді ғой. Жоғары жағы ар жақ қой, мен түсінбей отырмын. Не болмаса сіздердің де ажал келіп қалса мен шығара беремін деген сөзі ғой. Иә, жоғары жақ деген енді сіздерді айтып тұр ғой енді жаңағы баяндағы аудандағы имамдарды. Бірақ енді маған естілгенге жоғары жақ деген ар жақ деген сияқты бір әділге келтірді да солай. Әділ деп сөйлейтін еді ғой көп нәрсе. Жеткізгенде де. Еткеннен сондай енді. Дәл өзі біздің аған дегенде өзі. Айта берсеңіз сөзі көп қой енді. Тірімізде сыйласып үлгергенімізге өзіміз қуанамын, өз басым қуанамын. Әрине. Үлгердік, үлгермегендер де қаншама. Қаншама жастар көрмей де қалды ғой соны. Кезінде баға біз кішкене болсын, шет жағасын болсын үлгердік. Әлгі бұлай ғой. Әлгі жел болмаса шөпті бас қимылдан. Енді мен жерде мысалы айта берсеңіз бар. Жоқтығы биікте ағаларымызда. Бірақ бір жерден сөзіңіз Ерлан ағам туралы айт дегеннен кейін мен айтып отырмын. Иә. Ерлан ағам мен айта берсең әлі сөздер көп. Ерлан ағамда қаншама жолдастары бар. Дұрыс айтасыз. Мысалы ол ағаларымызбен Сіз де жақын болдыңыз ғой. Тіпті көрші болғаннан енді мына жұмысым жағынан алғанда мен ұстазым болып қалдым. Мені жаңағындай көрдіңіз енді мен осы мешіт ашылғаннан бастап мені тәрбиеледі, жеткізді, осы үйретті. Енді ол оқу өз алдында, білім, тәжірибе өз алдында. Мені тәжірибе алмастырды. Көпшілік жерде мысалы айтқанда айтамын ғой, мен енді ол біліммен санаспаймын, бірақ тәжірибе жағынан мен мықтымын деген біраз азаматтарымызбен арпалысамын. Өйткені дін жағынан тәжірибеміз алмасқа. Ал енді қандай болсын, ол енді оның бәрі ona шаруа емес, ал енді дінді де ұстап жүру. Жетіп кеткен студенттерім де бар. Үлкен қартым бар. Елім, халқым бар. Уағыз айтатын. Және туып өскен ел болғаннан кейін қатты айтсаң, өкпелі боласың. Бос айтсаң, дізгінді жіберіп аласың, жеңін айтсаң. Сондықтан да бәрінің қас-қабағына қарап, ол сайқалдықтан емес. Ол солай бәрін бірдей ұстайсың. Үлкенді кішіні, бауырыңды бауыр. Ал енді бізде де мінез бар. Бізде ет пен сүйектен жаралғанбыз. Егерде басыңға шығып, басқадай бір қисық ақпараттарды айтып, өзіңді дөлекеп сырттан ғайбаттап атса, енді ондаймен де сөйлесетін жағдай бар. Бірақ ол әрі былайша деді ғой, баяғыда біреу шелегі таза деп. Сол сияқты енді өзім жұмысыма беріппін. Өз сөзіме, мен сөз дегенге, әргі ана пыш-пыш әңгімеге мен көп ере қоймаймын. Ал енді біреу өзімді сырттай ғайбаттап айтып атса, біреуден естісем білемін, айтады. Бірақ соған дәлелдейін деп мен ісіммен, жұмысыммен соны көрсетемін. Бірақ шебер Алла әр нәрсені өз орнына келтірді. Мен бір Алла ғана, бір Алла өзі бәрін жаратқан. Айтады ғой, енді өзі біреу бір қандай да адам жақсылық жасаса, жақсылыққа ұмтылса, соған қуан. Алла тағала сені екі еселеп сондай жағдайға жеткізеді. Ал енді біреу мысалы бір жағдай жақсарып жатса, әлхамдулилля, Аллаға шүкір, күні бір үмметіміз көтерілді. Ертең ол бір адамдарға қайырымдылық жасайды. Мұқтажын шешеді. Біз неге соған дұға қылмасқа? Кейбіреулер болады сұқтанып көре алмай. Олай істемей, өйткені сенің өзіңнен істейтін екі нәрсені кемей береді. Ал сіз ғана қуанғанға қуануыңыз керек. Сонда Аллах тағала сізге де екі есе қуаныш пен берекесін жасайды. Мынау өсе өтірік, мақтаншақ, ғайбат, көрелмеушілік деген ол ең сорақы нәрсе осы. Ең сорақы нәрсе осы. Қайта болсын, елдің азаматтары шықсын, елде болсын. Айтады ғой, ауыл орнында қалу керек дейді. Сол ауылға үнемі бару керек дейді. Қанын тамған жерге, кіндігінің қаны тамған жерге маңдайын терді таму керек. Таму керек дейді. Соған сондықтан да бірдеме қалтаңнан алса елге өлмейді. Қазір ол сұраққа келеміз де біраз жүйелеп отырайық.
Мындай. Енді Ерекең туралы айтып жатырмыз. Әлде талай айтылар. Әлі ұмытылатын азамат емес қой. Бір неде бұл біздің атын қалдыру дегенде біз экспедицияға шығып жүрдік. Өзіміз топ басшымыз болып барып жүрді. Сол жігіттердің шешімімен енді келесі жылдар экспедицияға шығып жатсақ, өзіңіз соны қолдадыңыз. Бастаған Ерлан Әуелбаев атындағы танымдық экспедиция деп атайтын болсақ. Соған одан басқа соған енді түгел барлық экспедиция мүшелері келісіп отыр ғой. Өзіңіз бастап. Енді топ басшылық сөздеріңіз аласыздар. Сіз бар, Бақытжан ағамыз бар. Сүтжан ағамыз мықты деп айту керек. Әрқашан қолдайды. Сол елді жерді танытып. Осы Қызылтауға барғанда Сүтжан ағамыздан көрдік фотоны. Біз Ерекең екеуміз Қызылтауға бардық. Шектік беріп жаттық қой ауыл бәріміз. Сол кезде Қызылтаудағы фотоны көрсеткен кезде өзім есімде Ерекең жеке шақырып алды. Аман ағам бару керек деді маған. Енді осылай біз сыртына шығып кеттік қой енді. Сүтжан ағамыз көрсетті, осындай да тас бар екен деп. Сол Қызылтауға апарды өзі бастап, өзі қызықты. Кейін мынандай да бір не бар шығар, адамдар асыға ма деп ойлаймын. Сеземін сол. Өзі кейінге де асығып жүрді ғой, барлық жерлерде болайын мен деп, бәріне жақсылық жасап кетті ол кісі. Енді одан басқа тағы да қандай бір шаралар өткізуге болады Ерлан ағамызды ұмыттырмау үшін. Бауыр ретінде сіздер бастап діни оқулар ма, егер бұл карантин жағдайы өтіп жатса, енді жоспар құрдық сөз бердік деген емес қой енді. Сонда да бір болады ғой, діни жағынан бір оқулар, сайыстар өткізуге бір болады. Енді бұл жерде осы Ерлан ағаның осы сөзімен осында қорытындылап түсек енді басқадай. Міне осы мешіт енді міне имандылық жолда жүріп келе жатқаннан кейін де біз де шәкірт тәрбиеледік. Аллаға шүкір, енді Ерлан ағам да бастап оқытқан шәкірті бар, оның әр барда мен де жалғастырған, өзім де бастап оқытқан шәкірттерім бар. Аллаға шүкір, 6 қаз отбасын құрды. Намазын оқып жүр, оразасын ұстап жүр. Қоғамға да еңбек сіңіріп жатыр. Өзінің құлшылығында жасап жүр. Сондай бір әкейде әттен-ай дейтіні бір шәкірт тәрбиелеп медресеге түсіре алмаған менде. Ол құлығым осыған. Өйткені неге? Үкімет тарапында еңбек жоқ. Жағдай жоқ. Ол ертең болашағында жарайды біз ел болғаннан кейін енді өйтіп бүйтіп шаруашылығымыз бар өзіміздің басқадай. Ауылда тұрғаннан кейін білінбейді. Ал енді қаншама қазір мешіт медреседе бітіріп жатқандар бар, еңбек жоқ. Сондықтан да Аллаға шүкір біз де осы уақытқа дейін мешіттің мына Ерлан марқұм екеулеп мәуліттер өткіздік бір жылдары. Енді осы дүние жүзі көлемі бойынша деген емес, пайғамбарымызға сан салауатта осы облыс төңірегінде кәдімгі облыс көлемінде өткіздік. Қанша айтыскерлер келді. Осы әйеліміз сыйлап, ана Роман Қуанышбаев келді. Өзіміздің жаңағы Қуаныш Шарман келді. Қуаныш Шарман, недегі мынау жаңа жолдағы Тілек Сейітов және әкесі бар Жүмкен, солар келді. Осы қаншама осы қиын қыстау кезде жолда болғанда менің өзім сыныптастарым, операторлар және Айдан Асылым бар, Қуаныш сыныптастарым, солар да операторға түсіріп, әр уақытта осындай үзінділері бар, видеолары бар соларды. Флешкада бәрінде, сол кездегілердің бәрі. Енді соның бәрін жасаймыз. Одан кейін қаншама Құраннан, азаннан жарыстар өтті, оның үстінде қаншама жүлделі болғандар бар. Осы ауылда да мысалы айтып отырсақ, соның бәрін осы Ерлан ағамыз мұрындық болған. Енді мен де карантин уақытында нете алмай қалдық, ана қарқаның кезінде. Құдай қаласа келесі жылынан бастап бір турнир қолға аламын деген. Дін жағынан. Енді жаңағында Құраннан сайыс бола ма, аудан көлемі бойынша бола ма, облыс көлемі бола ма, келеді ғой шәкірттерді әкеп осы мешітімізден жаңағы несін бәрін жағдайын жасап, соны Алла жазса, сол болашақта сондай ой бар. Соған жаңағы 3 жыл жаңа сондай жүргіземіз бе деген. Енді айта беретіндер көп енді. Ешқандай көреміз ғой енді уақытта қалай болады бұйырғанда. Ауылда азаматтар көмектеседі ғой. Мешітке деген еңбек сіңірген өзі мешітке деген несі бар ғой енді жаңағыдай. Азаматтығын айтып өтейік біз де енді өзіміз де кейінгі жылдарда араласып жүрдік қой енді. Сол кезде жаңағы турнирді ашайық, не болмаса бір іс-шараны ашайық десек, хабарласатынбыз келіп. Өзі фотоларда бәрі сақталды ғой. Барлық жерде атсалысып жүрді, ашылуында, жабылуында барып бірге жүрді, ағалығын жасап.
Өзümüz де бірге жүрдік қой, білесіз ғой, Наурыздарда, жаңағы бәрінде бірге жүрдік. Ана тіптен әрине қайсында қалдың атына турнир өткізгенде тыс қалған жоқ қой ана. бірді бәрінде ашып жауып атына да көмектесіп жүрді. Енді басқа сұраққа өтейік. Ерлан ағамыз иманды болсын. Артындағы ұрпағы қоңырлы болсын дейміз. Не бар ғой? Енді жаңа жазып алдым да, шелегі таза деген сөз, сізден. Әрқашанда дұрыс, бетке айтқан жақсы көремін деп, оны бәріміз білеміз, айтып отырасыз да. Мен жерде тағы бір сөз айттыңыз. Қазір дейтіңіз, елді басқармақ түгіл, елге ақыл айтпақ түгіл, бір әйелден аса алмай жүр жігіттер дедіңіз. Ол енді ол жерде әйелдің де кінәсі жоқ. Бірақ та сізден жазып алған сөз ғой бұл. Әйелдерді кінәлайын деп тұрған сөз емес. Неге сіз сияқты азаматтар солай ойлайды, елдің азаматы? Неге сіздің ауылыңыздан сондай сөз шығады? Мысалы, сіз елге, біздің ауылымызда саусақпен санарлық азаматтар қалды ғой, бары да қалды, сіз де осы. Сіздер, мысалға, сіз айтқан сөз жазылған да шығар. Ана, итак, тіпті де ауылдың жағдайына қосылмай жатқан адамдарға солай екен ғой деп жүре беруі де мүмкін, ой салуы мүмкін. Ісіңізді, сөзіңізді бір бетки, бір тік келе жатқан азаматсыз ғой. Сол жігіттік туралы. Әйелдің қатысы жоқ, просто сіздің ауылыңыздан сөз солай шыққаннан кейін енді бұл жерде әйелдерді мезеп тұрған жоқпыз. Неге жігіттер, біздің ауылдың жігіттері ұсақ, әйелсіз ағалайды? Неге ұсақ олар? Неге олар елім дегенді сіздерден көріп айтпаймын 100% осы ауылына жұмысымен жүгірсін деп. Неге 1% өмірінен, бір күндік өмірінен 1%, бір жарты сағат 15 минутын ауылға арнамайды екен? Сол 1% қой. Бәрі де тұрмыстық жағдай бар, бәрінде әркімнің өзінің материалдық жағы бар. Бірақ сонда да баққа ауылдармен салыстыра береді ғой бізді. Мен де ойлаймын, неге баққа ауылдармен салыстыра береді, сонда бізде аз болып тұр ғой, елім деген азамат. Шынды айтқан кезде қазір жиналып бір жерге бара да салмаймыз ғой біз. Жиналатында бір 5-6 жігіт, 10 жігіт, 20 жігіт, 50 жігіт дейікші. Түгел облыс көлемімен алғанда Южныйдан. Байқап та жүрген шығарсыз, мен де байқап жүремін, жігіттерді айтып жүреді. Неге қалғандар ұсақ мінезді? Неге оларды тәрбиелеп тартуға әлі сіздер тартып келесіздер үлкен ағаларыңыз, бірақ неге олар әлі тартылмайды деген сұрақ. Мен ойланамын да, неге ол тұрмыс па барлығы? Сананы тұрмыс билеп тұр ма сонда? Жоқ, бұл жерден де кругозорлар тарым әлде оны. Неге олар көрсетілмейді бізде? Неге олар сөйлей алмайды? Неге олар ауылым деп айта алмайды? Мен демеушілік ақша берсін деп отқан жоқпын олар. Просто неге солай келе алмайды олар? Мен анда көбінде айтатын солға, мысалы міне соғымызда не бауырларды өсіп келеді. Мен де өзімде әзіл сықақ кейде күліп ойнап жүремін. Жаспен жас, үлкен боламыз. Мынау жалпы айтқанда елдігін, бірлігін сақтау үшін, мысалы өздеріңізде міне сыртта, басқа да спорт саласында бәрінде, ана осы ауылымызда Ерлан бауырымыз бастаған. Бар. Енді мысалы сондай азаматтар бар, жас мамандар жетіп келатқан. Олар да шәкірт тәрбиелеп жатыр, жетістіктерге жетіп жатыр. Сода кейде мысалы бір үлкен болғасын, елдің арасында жүргенсін бір кішкене жай кейіпкенде сұрайды, қалдарың қалай, білісесің бір-бірімен. Енді біз барғанда ана дүние жағдай емес, және амандығына. Сонда кейде қайын болады осындай жерге футболға, бір балалар апаруға, сонда бір кішкене мен деген бір азаматтарға айтасың, бауырлар, туыстар, бір 5-10 тиыннан шығарып, жолдарына көмектесіп, демеушілік жасайды. Бар енді ол көмегімен болсын, мәшинасымен болсын, біреу нетпей жатса деп. Сондайларға мына енді міне көпшілік тартылып келеді. Мен өз жағынан, осы жағынан қуанам. Өйткені айта бер. Олар бір айттым, болмайды емес. Мүмкін біздің олқылығымыз бар шығар. Қатты түсіндіре алмай тұрмыз ба? Енді оны қатты айта алмайсың. Тағын айта алмайсың. Енді оны жағынан, финанс жағынан, не жағынан қыспайыншы, қазір Аллаға шүкір бар. Жеткілікті, тәубе. Ана пейіл тарылмасын. Сондықтан да шама келгенше қатардан қалма. Азаматтығыңды білдір. Осы елде тұр екем. Осы түтін татып отыр екем. Менің де алдымда әке-шешем бар. Менің артымда қарындастарым бар. Міне ортауымда ағаларым да бар. Міне осындай жастарды, елдің ішінде жастар осындай жас алып жатыр екен, көрініп жатыр екен. Әй, мен де талпынайын, көрінейін. Ол садақа емес қой. 10 қолын берген садақасын солға көрсін дейтін. Ол ерге деген мейірім, ерге деген ықылас. Оның бәрін беру керек. Ал енді, анау қосылмайды. Ол олай,
айтсам бұлай тартады деген болмайды. Қайта беруіміз керек. Ол қайтса ортаға топқа келеді. Әлгі бір топ малдай деп жатқанда бір шетіне шығатын болады ғой. Мынау шыға береді, кетсе кетсін деп қоя берсең, ол не орға түседі, не жоғалып кетеді. Кейін оның бәрін іздейсің ғой. Сол сияқты ананы шеттетпей ортаға қақпалап, үйретіп, солай бәрі жаңағы әр нәрсені бір немен тоғыстыру керек. Үйрету керек. Үйрену керек. Ал енді мен айтып отқаным, жаңағы оны айтып отырмын, әлгі бұрын бір ауылдың билеген ақсақалдар жүреді. Енді осы бәріміздің түп қазығымыз дейді айтып отырады ғой, қара шаңырақ шоман. Сол кезде дұғалы ауыз ақсақалдар болды, дұрыстығын айтатын ақсақалдар болды, мысалы дұрысы. Сондайлар сол кездерден келе жатқан енді кейін ұрпаққа мысалы мұра, кезіндегі аталарымыз, әкелеріміз мақтанып айта аламыз. Енді біз де сондай ертең ұрпағымызға бірдеме қалдыруымыз керек. Өйткені біздің артымызда балалар бар. Жарайды, үйленбей жүрген жігіттерге де айтатыным сол. Осы бастан міне ақырын үйреніп, әлгі қазақтың мынандай қанатты сөзінде айтады ғой, жақсымен жанассаң, жетесің мұратқа дейді. Жаманмен жанассаң, қаласың ұятқа дейді. Қатарыңдағы. Мысалы, қартқа салып қарта жүрсің бе, оның өзі компания істейді болады. Рас, бұлай басқана, бірақ сен анаусын, сен мынаусын деуге болмайды. Мысалы, сен ат мінесің, сен бесеп мінесің, сен мотоцикл мінесің, әрі жүр, ат мінетін бұлай тұр деуге болмайды. Сен міндің ба атқа? Атқа мінетін жаныңға адамың тарт. Өйткені міне сол әр нәрсені біз қызығушылық үйретуіміз керек. Мен де сіздің сөзіңізді қолдаймын. Жаңағы сіздер сияқты жігіттер универсал, бірақ кейбір жігіттер бар. Мен анаған ғана ыңғайлымын, мен сол болмау керек дейсіз. Болмау керек. Мысалы, менменшілдік болмау керек. Ең бар айтатыным тәкаппарлықпен менменшілдік болмау керек, көркемдестік болу керек. Мысалы, жарайды, көктейсіз ағашқа міну керек. Өжіге обязательно электрик керек пе? Ол 6 метр, 7 метр, 4 метр жаңағы сен десятка высоковолтқа мініп жатқан жоқсың. Кейде бір жүргенде жастарға күлдіртіп айтатыным ғой, 40-қа келген шенде айтпаққан ғой, бір жүреміз. Өйткені неге? Ол жерде де мысалы әскерге барып келген азаматтар бар. Мен өз басым әскерге бармасам, мен турникқа тартылғам жоқпын. Жай өзіміздің физический жұмыспен. Мысалы, парашюттен түскендер де бар. Одан қарағанда не біле, 2,5 метр мәткен келді. Содан басталған әңгімелер ғой, мыналар айтасың да. Сондайларға табына бер, ал енді мен бұл жерде, мен моллам, мен емін емес. Ол жерде мен дін өз алдында, мешіттің өз алдында жұмысым. Оған да өзім жақсысын асырып, жаңағындай ол жұмысым. Мына қоғамдағыз, мына жастармен, мына елмен, ауылшылық жаңағы ол жұмыс бөлек. Адамсыз адаммен дейді. Мысалы. Ал енді сіз ана жерде батып атсыз көлігіңізбен. Мен барып кеудемді көтеріп тұрсам, қолыма күрек ұстамай, мен кісілерім қойды. Ертең мен батып атсам, сіз маған келіп солай қарап тұрсаңыз дұрыс па? Сондықтан адамсыз адаммен солай жанасу керек. Бір-бірімізді осылай тәрбиелеуіміз керек, ұмтылуымыз керек. Сонда ғана біздің елдігімізді сақтаймыз, болашағымызды сақтаймыз. Ал енді қажаға, өзіміз қажаға дейміз ғой сізге, кейінгі жастар бәрі. Қажылығымыз бір бөлек, имандылығымыз. Міне тоқталып кететін болсақ, естелік куәлік 2015 жылы үлкен қажылыққа барып келгеніз, иә бұл? Үлкен қажылықта. Қажылық деген. Иә, менің де атам қажы, есімде болса Бектастың атасы қажы. Мен қажының шөбересі, Бектас қажының немересі деп қажыға келіп, осы кезде де келіп тұрмыз ғой, алып келген кезімізде. Бектас екеуміз сізге амандасамыз. Бұл да бір куәлік қой сол. Былтырғы 2 айлық ислам институтын оқығандағы Алматыда. Ислам институтын оқығандағы, иә? Пәндер ғой, не осы пәндер. Дипломыңыз бар екен, міне жерде. Дипломдар. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдардың білімін жетілдіру ислам институтын алып келген екенсіз, бір куәлік. Бұл бізде Құран ғой бұл. Одан басқа енді жаңағы спорттық жарыстарда қажылықтан алып келген кітабымыз ба? Ағандастауға болады жара. Бізге де бұйырар, кім біледі. Иншалла, әмин.
Кубоктар Түркі чемпиондық. Бұдан басқа енді көреміз түгел жарыстарда жаңа барша дейміз енді түгел деген сөз. Қашан алдында да болып жатты ғой жігіттер, ұйымдасып жатсыңыздар, біз жас болдық па, бірақ өзіміз араласа бастаған кезде білесіздер, сізге келетін едік. Ерлан ағамызға келетін едік, не істейін деп жатырмыз. Жаңа қазір заман дамыған деп жатсыз, өзіміздің жеке бастап группамыз да бар. Бірінші сіздермен талқыланады, бір нәрсе. Сіздер айтқан ойларды бірге талқылаймыз. Содан бастап барлық шараларда қазір өзі фотоға да түсіріп жүрдік қой барлығы. Жаңағы факттар бар, доказательства деген факттар бар, бәрі көреді сіздің жүргеніңізді. Содан білетініміз сіздің талай міне алғыс хаттар алып жүрдіңіз, қаншама аудандық марафон турнирінен алыпсыз міне 30 жастан жоғары. 82-лер ұйымдастырғанда. Оның алдында 2 дүркін 30 жастан жоғарыдан бірінші орында келе жатсыз бізде. 3 рет қой сонымен 3 дүркін. Бұл да спорт қой енді, спорт жүгіруде. Сонда спортты жаңағы әскерге де бармадым дедіңіз, бірақ өзіңіздің ынтаңыз болып тұр, жаңағы өзіңіздің денсаулық сақтауға байланысты. Соған да бір намазында көмегі болған шығар, өзіңіздің дұрыс ұстап жүргеніңіз, кейінгі жастарға, спортта жүрген жастарға, спортқа жақын жастарға, не болмаса тіпті біраз алшақ жүрген жастарға бір өзіңіздің тілегіңізді айтып өтсеңіз, жаңағы спортқа жақын болайық деген сияқты. Спорт арқылы біз юрлидің басын қосып жүрміз. Негізінен қай спорт болсын? Ұлттық спорт білесіз, қайсысы болсын? Әлгі мен айтатыным, өзіміз енді әскерде болмасақ та мектеп қабырғасында спорт нелеріне қатыстық қой бала күнімізден. Енді ол кез басқа, қазір кездегі емес, қазір қызығушылық енді. Ол кезде әйтеуір физкультура сабағы дейміз болды. Әйтеуір бізге соның уақыты болып қоңырып соқса болды. Одан кейін әлгі қозы-лақ қуып, жабағы мініп, тай асау үйретіп, сонымен ауылдың баласы болсын, қара дөмір солай кеттік та. Бізде енді әрине салауатты өмір салтын ұстануымыз керек бәріміз. Спорт жаңа денсаулықтың кепілі деп атады. Сондықтан да бірақ енді соған жасыратын жоқ. Сол енді бір бала болып бір турникқа тартылып, не болмаса бір мәшік қуып, ондай қызығушылық болған жоқ. Бізді шындаған бала төбеге қозы-лақ қайтарып келу, бұзау қайтару, жаңағындай. Әлгі асау жабағын үйретіп шығып өтіп, сол жақта далада мөңкіп тастап кеткенде сол жаяу келу, сондайлармен сосын мынау әлгі қоянды қамыс өлтіреді, еркекті намыс өлтіреді деген бір адамның бойында бір сондай намыс болады ғой. Мына әлгі ауыл күнінде әлгі Арман бауырымыз мына өзі күрес, өзіміздің Армантай ініміз бой, бірде інілердің ішіндегі жаңағы шоқтығы бейік. Сол бауырымыз ауылға кеп мына күресті өзі мойнына алып ұйымдастырды ғой жаңағы ауыл күнінде. Өзіміздің. Сол кезде енді 12 адам жаңағы Наурызда. Наурыздың кезінде. Бір наурызда. Бір наурызда. Солай болу керек наурызда. Содан енді 10 адам ар жағында екеу жетпей жатыр. Жастар да жүр енді соның ішінде. Содан маған келіп айтады, қажаға енді осылай енді судьяларды бәрін әкеп қойғанбыз, енді 2 адам жетпейді, не істейді дейді. Содан намыстанғаным, әлгі өзіміз динамик басам бауырын ұстап алып, мен бауырым берген. Сен де 4 баланың әкесі, мен де 4 баланың. Құласақ жер көтереді, күресті біз ешкім үйреткен жоқ, бірақ пайғамбарымыз сүннеті, айда да екеуміз 12-ші болып кірейік деп. Содан екеуміз кірдік. Как раз сол жылы жастар жылы үйтіп содан намыс. Енді жерде біз белді бір күшіміз тасып, күш атасы болып болған емес, елдікті көтерейік. Сосын жастарға айтты, мәне сақалды басымызбен мен кірдім. Маған да емес, топ қалып қарап тұрған кезде жас өспірім кішкентай құртақандай боладан жауабының жерге тиіп атқан. Бірақ мен шықтым, елдігімді көтерейін. Кішкене ана жастарға үлгі болайын. Сонда олар ойлайды ғой, 40-қа келіп мына кісі жүргенде біз нетпейміз бе дегенде. Сондай жастарды үйрете беру керек. Сосын мына марафонға да енді әйтеуір намазында күші бар. Денсаулықтың дұрыстығы шығар. Енді 5 шақырымда жүгіріп, ойлаттық жоқ. Қайғасына кіре салдық. Алланың қалауы. Бірақ өзіміз әйтеуір денсаулығымызға сенгесін келіп тұрмыз. Енді 1 шақырым жүгіріп қалып қойып машинаға отырған емес. Не аяндап келген емес, әйтеуір шыға жүгірдік, флажок түскенде содан финишқа дейін жүгіріп келдік. Содан жетістігіміз. Сосын мына енді көбінде білен рахмет. Әр жылдар мен футбол болады, волейбол, турнир, теннис, баскетбол бәрін ойнатып жатсыздар.
Бізде де Ақмешіт құрама командасы бар. Иә, соған тоқталайық. Мысалға сіздің алғыс хаттарыңызды көріп отырмыз, бұрынғылары да бар. Міне Зейнолла Талиповтан алған алғыс хатыңыз бар өзіңіз. Жаңағы спортты рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауыл спортын дамытуға қосқаныңыз үшін аудандықтан алғаныңыз бар. Бұдан басқа міне соңғы тағы да бір оқып берейін. Құрметті Әбдиев Рүстем Қажы, Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай Жұматшанин ауыл азаматтары арасында шағын футболдан өткен турнирді ұйымдастырудағы ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Жарыс ұйымдастырушылары Жұматшанин ауылының 1985 жылы туған ер азаматтары. 85-тен өткенде жақсы бір турнир өткенде. Содан Ақмешіттің атынан команда алып бардыңыз. Өзіңіз демеушілігіңізбен, өзіңіздің келуіңізбен, жаңағы ауылдың азаматтары қосылып осы. Баптау ауылдан бір жақсы команда алып бардыңыз. Міне содан Ақмешіт командасы алып тұрған жерде жазып тұрғанда міне Ақмешіт командасы марапатталып тұр. Бұл да сіздің мешіттің атынан болсын, өз атыңыздан болсаңыз елге деген бір елдің жастарына, спортына деген қолдауыңыз деп білеміз. Әрі қарай қолдай беріңіз. Сіздей азаматтар жастарды қолдап жүрсе, имандылыққа да тәрбиелеп жатсыз жастарды. Одан басқа мына қоғамдық жаңағы азаматтылыққа да тәрбиелеп жүрсіз. Негізі елдің алдында жүрген оңай шаруа емес негізі, қажы болып атану. Мен өзім ойлаймын да қажылықты да көтере білу керек қой. Азаматтықты да алып жүру керек. Енді былай ғой, сыртын бүтін ішін түтін дегеннің бір кепірін кием. Мына бір олқылықтар болып қалады, жетіспеушіліктер болып қалады. Соның бәрі ішке тынасың. Бірақ сыртқа шығарып айта алмайсың. Әйтеуір сабырлымыз. Намаз оқып жүргенсің, құлшылықта жүргеннен кейін, дінде жүргеннен кейін, енді әрине болады. Бірақ мына заманда мешіт ұсталды. Оның ремонты бар. Оның жаңағы айналаңда өзінің жұмыскерлері бар. Оның басқадай ішкі өзінің ережелері бар. Мешіттің өзінің. Соның бәріне енді ие болып жүрміз, Алла күш қуат беріп. Оның үстінен енді басқадай да жағдай. Бағанда айттым енді, балалар енді жас нелер енді студент ол. Қайсы ата-анаға болсын, оңай емес студент бала оқыту. Өздеріңіз студент болдыңыздар ғой. Оның үстінен енді қолымда үлкендерім бар. Соның бәрін әйтеуір бір Алланың құзырында жүргеннен кейін, бір Алланың арқасында осыған әйтеуір шамамыз келгенше қалмай келатырмыз. Енді кейбір азаматтар бар. Мысалы, болсын. Маған айтып отырмын ғой, көршіңіз бай жатса қуаңыз. Жағдай бар. Заманауи. Үкімет тарапынан субсидиясын да алып отыр. Малын да өсіріп отыр. Техникасы да бар. Бақытжан ағамыздың айтқанын еске түсті. Сондайлар. Енді сондай азаматтарда мысалы демеуші болса. Енді берген азамат жүрегінде иман болу керек шығар. Соны ол иман өз алдында. Ықылас деген өз алдында. Ол иманды беретін де Алла, алатын да Алла. Ол әлгі намаз оқып, ораза ұстап, сәждеде отырғанмен бітіп қалмайды. Ол адамға ерге деген ықылас, ол бөлек болу керек. Ол ерге деген мейірімі, сүйіспеншілігі болу керек. Мәселен, өз жерде кішкене біз мен әлгі ішімнен қан жылайтын осы. Қарасаңыз, әлгі кейбіреулер тыраштанып бірдемелерді істеп жатыр. Солар енді жаңағындай жағдай жасасып, көмектесіп, жаңағы осы спорт жағына демеушілік жасаса. Мысалы, қарасаңыз, міне мектебімізде де жаңағында не бар ғой, қамқорлық акциясы қайырымдылық. Мысалы, сондайларға беріп, мұқтаж жандар жаңағы көп балалы, қолықсыз адамдардың жаңағы бір аяғын аяқ киім, не бір сөмке берсе де демеушілік дегеніңіз көрдіңіз ба? Осындайларға мектепте қалдыңыз. Сіз келеткен кезде мектепке соққам. Барлық санитарлық нормалармен жаңағындай заманға сай істеп қойған екен, бәрі кіріп шығуыңыз барлық бетперде тағып қатаң түрде. Дұрыс негізі. Мектеп болмаса ауыл болмайды. Түсіне білу керек. Дұрыс айтасыз. Қазір ауылда отырмын ау деп отыр ғой сол жігіттер. Беретін мектебің болмаса кетесің қалаға. Қалаға кетесің ба, далаға кетесің ба, кетесің. Сондықтан да жаңағы демеушілік та, қамқоршылық та сол мектепке беруден басталып жатса тіпті жақсы болар еді. Өзімнің жеке ойым. Қаншама біздің мектептің енді сізбен сөйлеспесек күнге айтарым едім, біздің мектептің ұстаздары өзімізге де мұғалім болды ғой. Мықты мұғалімдер. Негізінен алған кезде.
қалған ғой бізде фундамент дейм ма біздің Кемеңгеров мектебі. Сыртта жүргенде де қарап көреміз жай. Біздің мектепте сол мықты. Енді өзіміздің міне мектебімізден сол енді білім алдық. Сол жерден ұштық. Содан енді қанатымыз жайып биік алар асуларымыз болсын деп білім будық. Бәріміз енді осы мектептен басталдық. Енді осы мектеп енді қай жағынан болсын барасыз. Кейде осы іс-шаралар бірден өткенде мектепте де басқасында жүреміз. Өздеріңіз білесіздер. Салтанатты бір нелер болатын болса бәрінде. Енді спорт жағы болатын болса, енді биылдар кішкене карантинмен шектеліп қалып тұрмыз ғой. Енді мен де жаңағы мешіттің атынан аз да болса деп демеушілік жасаймын. Иә, білеміз. Сіздің өзі беретініңіздер көрсетіп беретініңіздер бар, бәрін байқап. Иә, ол енді жаңағы балабақшаға, басқадай да, енді жаңағы спорт саласында да жаңағыдай. Бірақ өзі шамамыз келгенше қалмаймыз енді. Қатардан қалмай жатамыз енді. Қайсысы болсын сол. Әлгі өзі бір тойға шақырса да шашуымды алып барасың. Сол сияқты шамамыз келгенше елде тұрғаннан кейін бір 5-10 тиын болса да осы пайдасы тисін, үлесіміз болсын. Бар осы ауылда жомарттар, азаматтар да бар. Бар. Айту керек оны, айту керек. Азаматтықтарын айту керек. Ал енді жетіліп келе жатқандар азаматтар да бар. Соларға да жеткізуіміз керек. Жастар да бар, бауырларымыздың бәрі айтып дұрыс түсіндіріп. Бірақ анау ол олай былай деп біз айтпайық бәрін ете берсек, Аллаға шүкір түбі еліміздің елдігі болуы, бірлігі болуы, ұйымшыл болуы не осыдан ғой. Тағы да айтып өтеге, айтпады деген емес, мықты азаматтар бар, Құдайға шүкір. Біздің ауылдың азаматтары өзіңіз білесіз ғой, сіздер қарап өсіп көреміз. Тіпті жеке сөйлесуге келген кезде де мықты, кәдімгідей айту керек. Бұлай сыртта кәдімгі беделді біздің ауылдың азаматтары. Қандай білім саласында да жүр, жаңағы органда да қызмет жасап жатыр, үкіметтің билікте де бар мықты азаматтар, жеткілікті. Ауылға жаны ашитын азаматтар да жеткілікті, Құдайға шүкір. Біз жоқ деп жатқан жоқпыз ғой, бар. Осы ауылда ауыл қылдырып отқан азаматтар бар. Солардың аттары аталып қалған кезде, соның біреуі өздеріңізсіздер енді. Аттар аталып, Южный ма дейді сразу. Сразу деген орысша сөздер қосып отқан шығар, бірақ кетіп қалып жатыр ғой. Сол не бар ғой, мынандай бір сөз бар. Абайдың, мәшһүрдің жаңа жолдағы музейі бар ғой, мұражайында жазылып тұр, бір қарасаңыз барып, оны Абайды оқып, мәшһүрді оқып жүрген кезде кездескен, жатталып қалған бір сөз бар. Абай айтқан екен, мен де ақын, мәшһүр де ақын. Бірақ ол Құдайға жақын деп айтқан. Құдайға жақын. Сондықтан да ол адамзаттың әулиесі деген екен. Мен Абай емеспін, сіз мәшһүр емессіз. Ол үшін айтып отқан жоқпын. Құдай ондай бола алмаймыз да біз. Тұлғалар ғой. Бірақ сол сөзді түсінген адамға не де? Бірақ та бәрібір Құдайға жақынсыз ғой. Сізден гөрі. Бір сізден сұхбат алып отқан, тағы да айтып өтейін, бұл сұхбат дегенде біз өзімізді көрсету үшін емес, сіздерде азаматтарды білсін ел, неге білмеске. Осындай ойларымыз бар екен, жаңағы толықтыра алмай жүрген жерімізді осы сұхбаттан көрсін. Жаңағы жеткізе алмай жатқан азамат, сол мақсатпен елім дегендер деген атаумен. Ол жерде елім демейтіндер жақынымыз қанша біздің бар. Неге мазалаймыз? Елім деген азаматтар, елім дегендер деген мақсатпен. Жаңағы жомарт азаматтарымыз көп болсын елде. Сіздер аман болыңыздар. Елдің елдігін ұстап отқан осы ауылдағы тұрғылықты елдің сіздер азаматтарсыздар. Өзім ырзамын осылай сізден қатарлас отырғаныма. Бір дастархан басында отырғаныма деген ешқашан қатарлас болу емес. Сіздер аға үлкен болып жүресіздер ғой әрқашан алдымызда. Кейінгі жастар да соны түсінсе білсін. Кейінгі біздің ауылда бір неме болып қалған, бәріміз бұрын бір-бірін танымайтын адамдар осы қазіргі неме ұйымдастырушының арқасында танысып жатыр. Құдайға шүкір танысын, білсін. Бірақ әркім өз орнын білсін деген ой бар менде. Аға болып қалу керек, әне болып қалу керек. Ол да бол. Бәріміз бірдей
болып кете алмаймыз, жаңағы ақын жазушы болып кете алмаймыз, бәріміз бірдей спортсмен болып кете алмаймыз, бәріміз бірдей молда болып кете алмаймыз. Сөз өзіңізден, бір ауылға, бір ауылдың азаматтарына жаңағы. Енді тыңдап отқан барша көрерменге айтатыным, мына біздің ел жалпы қаймағы бұзылмаған ел ғой. Бұрынғы міне жақсылар, асылдың жияғы деп атамыз, көненің көзі деп атамыз. Қуаныштың мұрасы болған, міне осы небір кезінде де майталман, жақсы жайсан туыстарымыз, дағыларымыз болды. Міне сонымыз жоқ дағымыз. Біз енді басқа мына тарихи әрмен кете қоймайық. Енді білгенімізден білмейтіндеріміз әлі көп. Енді біз де кішкене жаңа қынадан шығып, суырылып, жаңа ұшталып келеміз. Әлді алда, бірақ енді нағызды түбігінде кітап жазам, түбігінде шеже жазам деген, ондай деген кәкемізде жоқ. Бірақ шамамыз келгенше, мына білгендерден, мен енді көпшілікті өзі рахмет еді, қажыдер, молда кеңдер, сыйлап атасты. Қажылықта енді өз алдында Алланың қалауымен ғой, 2015-те уақыт қатып қойсын өтті. Енді міне, осы үлкендердің ортасында, әйтеуір аузымызда дұға, қолымызда Құран болғаннан кейін, көпшілігін дұғаға шақырады. Сосын ана жоғарыдан орын аламыз, дұға қыламыз, сонда үлкендерден естиміз, әңгімелер. Соның бәрі кішкене құдайымызға сіңіп қалған санамызда. Енді оның бәрін барып, ананың қорасы былай еді, былай деп айта алмайсыз. Онда жақтары бар, ертең мысалы, бізде болашақта ертең айталамыз, әй айналайын. Сенің атаң сондай еді, сондай әңгіме айтып еді. Сен соның жақсың, бақсың деген. Ертең бізде ақсақал болғанда, сол кісілерге де бір дұрыс бағыт беретіндей. Бір үлкендің айтқанындай айта алмасақ та, енді бізде бір болжам келтіріп, дұрыстығымызды беретіндей, соның айтатым сол ғой, біздің ел жалпы емшілдік, ауызбіршілігі, болашағы, мына мейман жай, қонақ жайлығы бізде жомарт. Ал енді атымдай жомарттар да бар бізде. Мәрт жігіттер бар, сыртта да қаншама жүр. Осы көріп жүрсің, спорт жағы, осы ашылып жүрміз еді ғой, кейінгі осы 4-5 жылдың ішінде. Небір жомарттар бар ғой, мен-мендігім деген елге тура қазір төгіп тастап, үйтіп тастайтындар да бар ғой. Рахмет, осындайлармен марқаясың. Барсаң қарсы алып атады. Молда екен, міне жоғары шық, ауыл сұрап атады. Мысалы міне жан-жақтан да өзі әйтеуір атын барда желіп жүріп, жер таны, байқап жүріп, ел таны деген, ол жан-жақтардан да міне звондап атады. Сондықтан Реке, жақсы қуанып жатырмыз, турана нелерден көріп жатырмыз, ауылдарымыздың сондай нелеріңіз бар екен, сондай нетіп жатсыздар, сондай. Міне осыған рахмет. Мен өз көп жігіттерге айтатыным, әуелі Құдай, екіншісі Мұрабек Аман, өздеріңе де қаламдар күшті болсын. Жігіттер, басқа да жігіттер бар. Бірақ мына заманауи қылып толықтырып, жетілдіріп, соны сіздер айтып отырмын, әлемге танытпасаңдар да, соны осы облысымыздың, Қазақстанымыздың бәрі көріп отыр. Өйткені жақсылығымызды көрсетіп жатсыздар, жақсылық жағымызды көрсетіп жатсыздар. Енді осының өзі міне үміт артып, жолымды сыйлап, мені сыйлап, елдің бір ағасы едіңіз деп, міне сұхбат албастар. Енді рахмет айтарым. Мына жалпы елімен, халқымен де әрқашанда ауызбіршілік болсын, ұйымшылдық болсын, басты ұйымшылдық болсын. Үлкенге құрмет, жастарға ізет. Енді жақсымызды жеткізуіміз керек, жақсылықтарымызды жеткізуіміз керек. Біріміздің олқылығымызды көріп қалсақ, оны соқайбатта басып ұстамай, соны қаратын өк қоймай, соны қайттан сүзгімен сүзіп алғандай, көгін қалқып алғандай, соны алып ортамызға қосып, жаңағындай. Әлгі топ аталық қазы кетіп баратып, біреуі аяғынан шойнандап қалса, қалып қойды деп қалдырмай, оны да бүйтіп әкеп аяғын түзеп топқа қосасын. Сол сияқты да бізде шет қарым кетіп баратқандармен тартып ортаға үйретіп, болашағымыз үшін осындай үйрете білуіміз керек. Неде осы ұйымшылдық осында. Әлгі бұрынғыдай жік-жікке бөлінетін емес, әркім өзінің поколениялар, жолдастары бар, соның ішінде де, бірақ орта қоғаммен араласқандай, мына үлкен кіші демей араласуымыз керек. Өйткені үлкеннен жақсылығын аламыз. Жастар үйретеді. Сондықтан өз жерде мына жолдас еді, ағайын, туыс деген жоқ, бәрі ел үшін жүргеннен кейін, сол енді жалпы енді отанымыз тыныштық болсын. Алла Тағала дін исламға қуат берсін, болып жатқан қазіргі ауыртпа келсін заман ғой, індеттен аман айығайық, бұл уақытты өндіру керек, Алла сынақты жеңіл болсын. Болашақта
мен өз тілейтінім Алла елімізге, жерімізге береке бірлік берсін. Оттан судан аман сақтасын. Мысалы жастарымызға Алла тағала сана берсін. Үлкендеріміз ұзақ ғұмыр берсін деймін, өйткені ақылшымыз. Саналы ұрпақтарымызға Алла тағала сапалы білім берсін. Семьядағыларымызға бақыт беріп, енді өткен бабаларымыз ақыретінен жарылқасын. Біздерге ұзақты ғұмыр берсін, әр ісімізге берекет берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Елдігіміз әрқашан асқақтай берсін. Көркейе берсін, гүлдене берсін. Елдің көтеретіндей азаматтар, мен деген азаматтар бола берсін осы елде. Әумин. Енді бізді хабарласып жатқан Бақытжан ағамыз шығар. Бірге барып сұхбат алып